Ассалаумағалейкум. Баршаларыңызды 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айының кіруімен шын жүректен құттықтаймын. Осы айда ұстаған оразаларымыз, жасайтын ғибадат құлшылық ізгі амалдарымыз қабыл болсын. Енді осы Рамазан айында бірінші нәрсеміз әрине ниет. Осы 30 күн оразада басты нәрсе ол Алла разылығы үшін ниет жасау. Себебі бұл ораза, жалпы жеп ішуден тыйылу Алла разылығы үшін болатын нәрсе. Және Аллах тағала оның сауабын өзім берем деп Құранда да келтірген. Осы тұста бір ғалымның оқиғасы есімізге түсіп жатыр. Кезінде Суфиян Саури деген ғалым жолда кетіп бара жатқан кезде жолдың шетінде бір адам беті аузы құсық болып жатқан адамды көреді. Сол адамға барып, сондай жанашырлықпен, Алла разылығы үшін барып, қолындағы жаңағы жиенін түріп, сол жиенімен бет аузын сүрткен екен. Және сол жерде тұрып дұға ететін болған. Аллах тағала, мен мына бауырымның көрініп тұрған жерлерін сүрттім. Сен бұның көрінбейтін жерлерін тазалашы деп дұға еткен екен. Сөйтіп бір күн толмас уақытта сол жаңағы ғалым мешітке барған тұста, мешітке сүйеніп отырған кезде бір жылап жатқан бір адамды көреді. Сәждеде еңіреп жылап жатқан бір адамды көріп, көзі түсіп, кейін көзін жұмған кезде оған: ей Суфиян, сенің жасаған дұғаң шынайы болды, Алла разылығы үшін болды. Сондықтан біз оны қабыл еттік және сенің бауырыңның жүрегін тазалап жібердік деген екен. Ниетімізді дұрыстағаннан кейін оразаға кірмес бұрын өзімізді тұла бойымызды тазалап, айналамызды әсемдеп, тазалық жасасақ, нұр үстіне нұр болады. Осы тұста тағы бір нәрсе айтқым келетіні, жалпы 30 күн дегеніміз өте жақсы мерзім. Адамның дағдысын қалыптастыруға өте керемет мүмкіндік десек те болады. Сондықтан осы уақытта Рамазан айында жоспармен жүрсеңіз тіпті керемет болады. Мысалға, енді бұл рухани ай болғандықтан Құран оқу, хадистар жаттау, күніне бір хадис жаттап, жаңағындай жақсы пайдалы тарихи кітаптар оқуға мөлшермен бөліп қойып, күнде оқысаңыз, әдетіңізге айналуы әбден мүмкін. Тағы сол сияқты туыс-туғандарыңызға хабарлассаңыз болады, дос-жараларыңызға күніне бір адамға хабарласып, сөйтіп сондай жақсы нәрсені әдетке айналдырсаңыз болады. Тағы да апа қарындастарымыз өздерінің ауызашарымен сәресіне жасайтын ас мәзірін жоспарлап қойса да болады. Енді ниетімізді дұрыстадық, жоспарымызды жасадық, тазаландық, айналаны тазарттық. Енді бүгін Алла қаласа сәресінің дұғасын бірге жаттап айтатын боламыз. Навайту ан асума саума шахр рамадан минал фаджри илал мағриб халисан лиллахи та'ала. Қазақша мағынасы: таңертеңнен кешке дейін Алланың разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Осы дұғаны және де осы бүгін алынған ақпаратты өзгелермен бөлісіңіз. Жақсылықтың осы Рамазан айында таралуына себепкер болыңыз. Тағы да оразаға қатысты сұрақтарыңыз, мазалаған ойларыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Алла оразаларыңызды қабыл етсін.